Құрметті Жетісу облысының тұрғындары, ағымдағы жылдың 21 маусымда Көксу ауданының Көксу станциясында жол көлік оқиғасы орын алып, салдарынан мотоцикл жүргізушісі көз жұмды. Алдын ала мәліметтерге сәйкес, мотоцикл жүргізушісі көлік тізгініне ие бола алмай, жол жүйесіндегі орналасқан темір бетон тіреске соғысқан. Аталған дерек бойынша полициямен қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті тергеу іс-шаралар жүргізілуде. Бұл қайғылы жағдай жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтаудың маңыздылығын тағы бір мәрте еске салады. Барлық жол қозғалысына қатысушыларды жылдамдық режимін сақтауға, жол және ауа райы жағдайларын ескеруге, көлік тізгініне аса мұқият болуға және өз мүмкіндіктерін асыра бағалауға шақырамыз. Жолдағы қауіпсіздік әр күннің жауапкершілігіне байланысты екенін ұмытпаңыздар. Өз өмірлеріңіз бен жақындарыңыздың өмірі сақтаңыздар.